Бүгінгі күннің оқушыларын бағдарламалау, модельдеу сияқты жаңашылдықтар қызықтырады. Ал олардың қажеттіліктерін уақытында қанағаттандыру үшін мектеп жаңашыл бағытқа толығымен бет бұруы қажет. Бір бағытта балғындар математика, технология саласынан бөлек инженерлік саланы да меңгеріп шығуы тиіс. Мұндай мүмкіндіктер шаһарымыздағы нөмірі 14-ші мектеп лицейінде бар. Бүгін аталмыш оқу орнының ашылғанына 50 жыл толды. Бүгін біздің мектептің 50 жылдығын мерейтойын біз өткізіп жатырмыз. Мектепте әртүрлі іс-шаралар өткізіліп жатыр. Бүкіл жалпы мектеп ұжымы бәрі атсалысып жатырмыз. Мерейтойға құрметті қонақ ретінде қалалық мәслихат хатшысы Алексей Ломакин шақырылды. Депутат өзі білім алған мектептің заман талабына сай дамып келе жатқанына аса қуанышты. Мен осы мектепте білім алдым. 9-шы сыныпқа келгенде спорт саласын таңдап басқа жаққа ауысып кеттім. Өз мектебімнің заманға сай дамып жатқаны әрине қуантады. Бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Мерекелік шарада мектеп оқушылары соңғы жылдары жеткен жетістіктерімен бөлісті. Құрметті қонақ ретінде шараға осы мектепте еңбек еткен ардагер ұстаздар да шақыртылыпты. Валентина Филатова аталмыш оқу орнында осыдан 4 жыл бұрын география пәнінен дәріс берген. Бүгінде еңбегінің зейнетін көріп жүрген ардагер ұстаз өзі еңбек еткен мектепте қонақ ретінде келіпті. Сегодня мы празднуем юбилей 14-й школы 50 лет. Бүгін біз өзіміз еңбек еткен 14-ші мектеп лицейінің 50 жылдығын атап өтудеміз. Мен бұл мектепте соңғы 4 жылымды жұмыс жасадым. Осы мектептен зейнетке шықтым. Әрине, көп өзгерістер бар екені байқалады. Мерейтой қарсаңына орай мектеп ұжымы әртүрлі тақырыпта бағдарламалар дайындаған. Бірі жаңадан ашылған IT сыныпты кеш қонақтарына көрсетсе, орыс тілінде білім беретін мектептің кейбір оқушылары мен ұстаздары қазақтың салт дәстүрінен көріністер келтіріп жатты. Кеш қонақтары үшін арнайы мерекелік концерт те ұйымдастырылыпты.